Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен күріш сорпасын рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видео ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен етін турайтын боламыз. Етті майдалап, төртпішілеп турайтын боламыз. Етіміз дайын болды. Енді ыдысқа бөлек салып, шетке алып қоямыз да, пиязымызды жуып ашып, пияз турайтын боламыз. Пиязымызды майдалап тураған ұнайды. Сорпаға солай жақсы кетеді. Сондықтан мен майдалап тураймын. Осылай төртбұрышты қылып майдалап турап аламыз. Пиязымыз дайын болды. Енді сәбізімізді де осылай майдалап турайтын боламыз. Сәбізіміз де дайын болды. Енді сарымсағымызды да майда қылып турап аламыз. Енді жартылай ашты бұрышымызды тураймыз. Дәмін өте дәмді келтіреді. Ішіндегі дәндерін алып тастап, тазалап, жуып, осылай ұзыншағып турап аламыз. Дайын болды бұрышымызда. Енді қазанымызды қыздырып, ішіне аздан ғана майымызды құйып, етімізді салатын боламыз. Етімізді жақсылап кішкене қуырып аламыз. Енді үстіне пиязымызды салып қуыратын боламыз. Үстіне сарымсақ саламыз. Сарымсақты салып, кішкене араластырамыз. Енді қара бұрыш дәміне қарай. Тәтті бұрыш, паприка саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді бұрышымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді бір ас қасықтай томатымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Міне бізде қуырылып дайын болды. Енді үстіне салқын суымызды құятын боламыз. Мен 2 литрдай су құйдым. Енді астын қаттырақ көтеріп, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Міне менде қайнап жатыр. Енді астын басып, баяу отта пісіретін боламыз, еті жұмсарғанша. Енді күрішімізді бірнеше қайтара тап-таза мөлдір су болғанша әбден жылы сумен шайқап жуып аламыз. Күрішіміз жуып болдық.
Енді бір дана картопымызды алып, картопты да майдалап, төртпіштілеп турап аламыз. Картопымызды ыдысқа салып аламыз, ыңғайлы болу үшін. Сорпамыздың еті пісіп жұмсарды. Енді картопымызды саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Дәмін жақсы келтіретіндей лабыр жапырағын саламыз. Және күрішімізді салып пісіріп аламыз. Міне біздің күріш сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.